Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалдарың қалай достар? Жаңа кіргізген моментті түсіре алмадым. Айып етпейсіздер. Міне таза байталдарды бөліп алдым. Арасына 2 бие қосып жүрдім, сақа бие. Міне ғасырдың жаңа үйірі. Алла қаласа, Мұғалжар айғырдың жаңа үйірі міне. Жаңа қосылып жатыр. Примерно 15-15-тен бөліп бердік алдарына. Енді көре жатармыз, қалай болады екен. Буаз байталдар бар арасында. Дөнежін байталдар. Осындай торы бие қосылды. В общем, 2 бие қосылды. Артта жүретін, асықпа жүретін биелер бар. Екеуі қосылды. Өйткені мынау жастар ғой, жас үйір, жүрдек болады. Сондықтан 2 сақа бие қосылды арасына, артта жүретін жалқаулар. Соның арқасында біраз жүре қоймайды деген ойдамын енді. Ғасыр 2022-нің құлына. Алдабай ғасыр, белді айғыр бол, тұқымын тардай шашылсын. Алла қаласа, өз-өзін көрсет. Ендігі жыл сенен қолын алайық, Алла қаласа. Аңғай жас қыздарды саған бөліп бердік. Заманға аңғай кемпірдер кетті. Сондықтан рахметіңді айт енді. Ғасыр заманнан қарағанда біраз мінезі жұмсақтау, енді көреміз. Қайткенмен Эмзе деген аты бар ғой. Бұйыртса әлі өз-өзін көрсетеді деген ойдамын енді. Солай достар. Қазір біраз естен алғаннан кейін бәрі жақсы болып кетеді деген ойдамын енді. Міне осыған ие бола алатын шығарсың енді. Өздеріңіз ой пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, жігіттер. Баға беріп кетіңіздер, сынап жеріңіздер. Сын көтереміз, Аллаға шүкір. Бер жағын тұрған 2 буаз, ар жағында Дөнежін байтал, бер жағында қазақи бие. Бірінші бием, достар, 2019-да алған бірінші бие. Ақбақайдың енесі мынау. Ақбақай деген бием бар менде. Ақбақай бірінші құлыным, мынау бірінші бием сатып алған. Жақта анашым да келіп тұр. Анашымға да қызықты. Жылқыны көріп кетейін деп келіп отыр. Жылқы арықтау енді. Қыстан шыққан жылқы олсыз болмайды. Ең бастысы Аллахтың қалауымен аман есен шықтық қыстан. Қазір жылқымыз Алла бұйыртса төлдей бастайды. Мына жақта Салмау көл міне. Бой биік, басы мойны ұзын. Салмау көл түсіріп жіберейін. Опа, міне.
Саумал. Даже қамақ қоймаларды. Төлдің басы әне жүр. 2025-тің. Төлдің басы. Ана екі еркек жабағы, анау тай ұрғашы. Оны да шөгін мал ешінің еріне қосылады. Алла қаласа, 2-3 күнде мал ешінің еріне әкеліп, соған қосып жүреміз. Ұрғашы оғын келді міне. Айт күні туылды. 30 наурызды. Айткүл, аты Айткүл он. Ұрғашы оғын. Солай достар. Ой, Аллахым. Мына шөпті осылай қошақ қойдым, әйтпесе бәрін бычысын шығардым мына жақты. Рулондар. Осылай қошақ қоюға тура келді. Адарена бычытын шығарады мына жақтың бәрін. Мынау айтады ғой, өтірік екен, ұшына тұрып дәрет сындырып тұр мен байтал. Айтады ғой, ұшына тұрып дәрет сындырса, ол қысыр деп. Нық екі аяғына тұрған жылқы, ол буаз деп. Өтірік екен, көрдіңіздер бе, достар? Мынау желінек біле тұр, мынау байтал Алла қаласа қолындайды, ұшына, екі тұяқтың ұшына тұрып дәрет сындырып жатыр. Бірақ буаз, көрдіңіздер бе? Қазақтар айтып жүреді, ұшына тұрса, онда қысыр деп. Сол сияқты. 2 жасар байталдар мынау. Алла қаласа айғырдан шығатын байталдар. В общем, солай достар. Барып жұмысымды істейін. Жылқыларды жайлайын, боқтарын жинайын. Шөптерін салайын, су қарайын. Мынау бірдеме әңгіме айтқысы келіп отыр. Уверенно. Мынау да болмайды. Саған жақындап тұрған жоқ қой. Заман. Заман деп, ғасыр. Ғасыр деген айғыр. Ал давай. Мұғалжар деген, қайткенмен Мұғалжар деген атым бар ғой. Бірдеме қылдыр енді осыларды. Өз қарамаған ал. Қазір ақын үйренеді. Иістенеді бұйыртса. 4-5 күн тұрса да жаман емес, шығара соға болады сосын. Алла қаласа. Жылқы малы даланы аңсайды. Сондықтан көп соға болмайды, біраз иістеніп алсын. Сосын шығарып жіберуге болады. Ғасыр. Заман үш биесін өзіне қосып апты. Жібермей жатыр енді. Соған апарып бірақ қосады қазір. Айғыр болып жүр кәдімгідей.
В общем, міне жігіттер ғасырдың ері суда тұр. Осы жолы жігіттер сұрап еді, ғасырдың видеосы қайда, тоғыз отырмыз деп. Жігіттер бір ұзақ видео түсіріппін, сол ауыр болып кетті память. Сол ютубқа грузите алмадым. Сосын енді ол видеоны кесіп тастауға тура келді. Сосын міне осы жолы салып жатырмын. Ал уже міне 3-4 күн өтіп кетті, мына далада жүрген уже жай. Ғасырдың 3 бие қосып алыпты. Заманнан түнде қосып алған ғой. Мынандай проблема ғой, мына үйірде, ана үлкен үйірдің балалар жоқ, байталдар. Әкешілерін таниды, шешелерін, әкелер емес шешелерін. Соның жандарына қосылып алады. Екі үйір кездессе, жақын болды бір-бірін қосып алады, көрдіңіздер ме? Сондай проблема болып тұр. Сондықтан мына бір үйірді біраз алыстырақ бағу керек. Бірақ бізде мына қаланың жанында жер тарлау, сондықтан жақын бағып жатырмыз. Сол қайта солай қосылып кетіп жатыр. Сондай проблема болып тұр. Бір айдай бір-бірін көрмесе жақсы болар еді, неге сондай үйреніп кетіп жатыр. Сол атак жаңа көрдіңіздер, қайырып тұр, как положено. Байталдарды Аллаға шүкір шығарып тұр. В общем, реакциясы бар, мінезі бар. Сол екеуі жақындаса бір-біріне қосылып, бір-бірімен төбелесіп, ғасырмен заман бір-бірін танымайтын болып тұр ғой уже. Қалай, жылқы малы. Мына биелер жындандырып тұр ғой қыздар, биелерді, айғырдарды. Екеуі ағайынды, бір ашықта тұрған қыс бойы. Бір астаудан жем жеген, бір оттықтан шөп жеген, бір шеректен су ішкен деген сияқты. Бірақ қазір міне бір жұманың ішінде бір-бірін танымай қалды. Бір-бірімен кәдімгідей шайқасып, бір-бірін өлтірмекші. Сол достар. В общем, әзірше осындай біраз проблема болып тұр енді. Алла қаласа бәрі жақсы болып қойды деген ойдамын енді. Бірақ бүйірдерін жақсы ұстаушы, Аллаға шүкір. Солай достар. Қарыны тартылды, биелерді анда-мында қуып айдап, оңай емес қой. Қыс бойы жем жеп тұрған. Қазір енді кәдімгідей жаратылып болды. Солай достар, осындай видео қазір шуын бөліп алып, братан келеді қазір. Шуын бөліп алып, заман еріне қосып жүреміз де. Болды сонымен. Аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Менің видеоларыма енді лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Кеш салып атқаныма айып етмеңіздер.